саламатсыздар. Біздің Шынар мен апа есімімізді білмейді екен. Дәмен апамыз бүгін қайтқалы отыр. Оқуды да оқыды, тоқыды, иә? Біраз дүние білдіңіз ғой апа. Апа тегін сабақ тыңдады. Шынар қызымызды емдеп шықтық. Қазір ешқандай бізге келген кезде симптомдар жоқ қой? Жоқ, иә? 16 күн болды. 16 күн болды. Шынарға, маған консультацияға келген кезде мен Шынарға айттым. Шынар, айналайын, толығымен жазып шығу үшін оқып ал. Сен әйтпесе бұған сеніп, жаңа өзіңді өзің бүйтіп қолға алып емдеп шығу, бұл табиғи ем. Сондықтан чуда күтпей менен, ешқандай бір дәрі бере салып сені емдей салмаймын. Сондықтан өзіңді өзің емдейсің, 80% өз қолыңда деп айттым ғой саған, е? Соны айтқанды тастамай, міне әжесін ертіп кетті, әжесі қасында 10 неше күн болып, Шынармен бірге оқып, Шынар қазір міне сап-сау? Айтшы, Шынар, немен келіп едің? Эпилепсиямен келгенмін, судорога ұстап қалатын. Қазір өте жағдайым жақсы. Дәрі ішетінмін, қазір дәрі ішпеймін. Ешқандай реакция болмайды қазір. Алда басында болған реакциялар. Қазір денсаулығым жақсы. Қандай реакция болшы судорога ұстаған кезде? Дірілдейсің, е? Дәрі ішпесем, қолымда заттар түсіп кетіп, өзімді жаман сезінетінмін, уже дәріні ішпесем болды, ауырдым деп өзімді. Қанша жыл болды апа? 5-ші класс оқыдым, біраз жыл болды. 5-ші класс оқығанда солай ауырған, е? Содан бері дәрі ішіп жүр ме? Содан бері дәрі ішіп жүр. Бізге келіп, Ташкентке барып 2 жыл жатып берді больницаға, Астанаға барып жатып берді больницаға. Шымкенттің дәрісін айту, дәрілерін ішіп, дәріні өзбей ішіп келатыр. Осы науқастығымен негізі жұмысқа шыққасың, е? Бірақ ауырып қалғаннан кейін жұмыстан қайта шығып кетті. Жоқ, 20-20 шығып кетсін шығып болған. Негізі, ауырып қалып жүргеннен кейін жұмыс жұмысқа шығылмадым. Конечно, ол жұмыс кезінде талып қаласың, жаңағы судорога ұстап қалады, е? Әрине, ондай адам жұмысқа шығу мүмкін емес. Мінекей көріп отырсыздар, осы табиғи ғане осы тәсілмен, осы нүктелі массажымен де адамды емдеп жазып жерге болады. Және өздеріңіз келіп үйреніп алсаңыздар, балық бергенше қармақ бер, тағы да сол сөзіміз бүкіл қазақ елімізді енді барғаннан кейін насихаттайсыздар ғой. Ойландыңыз ба, кімге оқуға лайықты үйде? Тағы бар ғой адамдар, е? Бар ғой енді, көреміз ғой барғасын. Айтып, нетіп. Апа да ары қарай денсаулық қалай күтуді, Құдай сақтасын. Ұзақ жасаңыз. Мына ілімді алғаннан кейін енді ойлаймын, апа денсаулық жақсы күтіп. Шынар, енді ары қарай не істейсің? Осы еммен адамды емдейсің ба? Бірінші үйге барып бедерлерді емдеймін. Сөйтіп ары қарай жалғастырамын. Не айтасың? Халыққа осы жерге келіп оқыңыздар, өте жақсы ем. Мені көріп отырсыздар, менің денсаулығым өте жақсы. Тұрсынкүл әпкеге рахмет, және де мастерме Әсел әпкеге де рахмет айтамын. Оқысаңыздар, ешқандай дәрінің қажеті жоқ. Өздеріңізді өздеріңіз емдейсіздер. Келіңіздер. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Аман есен жүре беріңіз. Бізді ұмытып қалмаңыздар, Алматыға келгенде міндетті келіп кетіңіздер. Неге ұмытамын? Жақсы, Шынаржан қатты ұнады. Өзі бір көркем мінез, сабырлы, сондай жақсы тәрбиелепсіз. Енді ауырмай, сырқамай, бақытты бола ғой. Жақсы. Аман сау болыңыз. Құшақтасайық, жақсылап. Бала шағаның қызығын көріп, жақсы үлгілі, елге белгілі адам не болдың ғой енді қазір. Рахмет. Одан да атың жоғарылай шыға берсін атағын. Рахмет. Күді Қазақстанға. Амин. Сабағыңды алып, бәрі жұртты емдей берсін қазақ қалдың. Амин. Кел оқу керек, бәрі оқысын. Оқысын, үйренсін. Мақыл, жақсы. Сол боқты. Жақсы, Шынар. Бүгін өзі қоштасы көп болып кетті. Бағана да біреу жылап қоштасты. Молодец, Шынар.